Endi y тең x квадрат, y тең x квадрат плюс 2, y тең x квадрат минус 2 функцияларының графиктерін зерттейміз. Бұл жерде кестені толтыратын болсақ, y тең x квадратта минус 3-тің квадраты 9, минус 2-ның квадраты 4, минус 1-тің квадраты 1, 0-дің квадраты 0, 1-дің квадраты 1, 2-ның квадраты 4, 3-тің квадраты 9. Енді x квадрат плюс 2-ні толтыратын болсақ, дәл соған 2-ден қосып шықсақ болады. 9-ға 2-ні қосамыз 11, 4-ге 2-ні қосамыз 6, 1-ге 2-ні қосамыз 3, 0-ге 2-ні қосамыз 2, 1-ге 2-ні қосамыз 3, 4-ге 2-ні қосамыз 6, 9-ға 2-ні қосамыз 11. Ал келесінде y тең x квадрат минус 2-де жаңа x квадраттан 2-ні азайтсақ болады. 9-дан 2-ні азайтамыз 7, 4-тен 2-ні азайтамыз 2, 1-ден 2-ні азайтамыз минус 1, 0-ден 2-ні азайтамыз минус 2, 1-ден 2-ні азайтамыз минус 1, 4-тен 2-ні азайтамыз 2, 9-дан 2-ні азайтамыз 7. Енді осыларды бір графикте белгілейік. Y тең x квадратты көппен белгілейік. Минус 3-те 9, y минус 3 болса, y 9 болады. Y минус 2 болса 4 болады. X минус 2 болса, y 4 болады. X минус 1 болса, y 1 болады. X0, y 0, x1, y 1, x2, y 4, x3, y 9. Осыларды қосып шығатын болсақ, осы нүктелерде y тең x квадраттың графигін сыздық. Келесі y тең x квадрат плюс 2-ні қысылмен сызып шығайық. X минус 3 болса, y 11. X минус 2 болса, y 6. X 1 болса, y 3. X минус 1 болса, y 3. X 0 болса, y 2. X 1 болса, y 3. X 2 болса, y 6. X 3 болса, y 11. Осы нүктелерді қосып шығатын болсақ. Бұл y тең x квадрат плюс 2-нің графигі болды. Келесі y тең x квадрат минус 2 жасылмен белгілейік. X минус 3 болса, y 7. X минус 2 болса, y 2. X 0 болса, y минус 2. X 1 болса, y минус 1. X 2 болса, y 2. X 3 болса, y 7. Енді осы нүктелерді қосып шығатын болсақ, осы нүктелерді біріктіретін болсақ. Осындай бір график шығады, осындай парабола шығады. Енді бұл жерде байқайтын болсақ, x квадрат пен x квадрат плюс 2 бір-бірін қарағанда 2 бірлікке жоғарғы көтерілген. Барлық нүктелер 2 бірлікке жоғарғы көтерілген. Ал x квадрат минус 2-де x квадратқа қарағанда 2 бірлік төменге қарай түскен. Барлық нүктелер төменге қарай түскен. Демек, бұл жерден осындай бір қорытынды шығарсақ болады. Y тең x квадрат плюс n болса, n бірлік жоғарыға қарай көтеріледі. Егер y тең x квадрат минус n болса, n бірлік төменге қарай түседі. Мысалы, y тең x квадрат плюс 5 болса, 5 бірлік жоғарыға қарай көтеріледі. Y тең x квадрат минус 7 болса, 7 бірлік төменге қарай түседі. Енді келесі y тең x квадрат, y тең x минус 2 квадрат, y тең x плюс 2 квадраттың функцияларының графиктерін салыстырамыз. Y тең x квадратта x минус 3 болса, минус 9, минус 3-тің квадраты 9, минус 2-тің квадраты 4, минус 1-тің квадраты 1, 0-дың квадраты 0, 1-тің квадраты 1, 2-тің квадраты 4, 3-тің квадраты 9. Енді соны графикке белгілеп кетейік. Минус 3 болса 9, осы жерде болады. Көппен белгілейміз. Минус 2 болса 4 болады.
минус 1 болса 1 болады, x 0 болса y 0, x 1 болса y 1, x 2 болса y 4, x 3 болса y 9. Осы нүктелер біріктіргенде y тең x квадраттың функциясы шығады. Келесі y тең x минус 2 квадрат. Бұл жерде минус 1-ден бастап белгілейтін болсақ, x минус 1 болса, есептегенде y тең минус 1 минус 2 квадрат, онда минус 1 минус 2 минус 3, минус 3-тің квадраты 9 болады. Біріншісі 9. Екіншісі y тең 0 минус 2-нің квадраты, минус 2 квадраты 4 болады. Келесінде 1-ден 2-ні азайтсақ минус 1, минус 1-дің квадраты 1. 2-ден 2-ні азайтсақ 0, 0-дің квадраты 0. 3-ден 2-ні азайтсақ 1, 1-дің квадраты 1. 4-ден 2-ні азайтсақ 2, 2-нің квадраты 4. 5-ден 2-ні азайтсақ 3, 3-тің квадраты 9. Осыны белгілеп шығады. Минус 1 болса, x минус 1 болса, y 9. X 0 болса, y 4. Осы жерде x 1 болса, y 1. Осы жерде x 2 болса, y 0. x 3 болса, y 1. x 4 болса, y 4. x 5 болса, y 9. Енді осы нүктелер біріктіріп шығатын болсақ, осындай бір график шығады. Келесі y тең x плюс 2-нің квадраты минус 5-ті қоятын болсақ, минус 5 плюс 2-міз y тең минус 5 плюс 2 шақшансатының квадраты. Минус 5 плюс 2-міз минус 3-ке тең, минус 3-тің квадраты 9. Минус 5 қосып 9. Келесі минус 4 плюс 2-міз минус 2, минус 2-нің квадраты 4. Минус 3 плюс 2-міз минус 1, минус 1-дің квадраты 1. Минус 2 плюс 2-нің 0 болады, 0-ның квадраты 0. Минус 1 плюс 2-нің квадраты, минус 1 плюс 2 1-ге тең, оның квадраты 1. Минус 0 плюс 2-міз 2, 2-нің квадраты 4. 1 плюс 2-міз 3, 3-нің квадраты 9. Осы нүктелерді белгілейтін болсақ, x минус 5-ге тең, y 9-ға тең. Осыны белгілейік. X минус 4, y 4-ге тең. X минус 3, y 1-ге тең. X минус 2, y 0-ге тең. X минус 1, y 1-ге тең. X 0, y 4-ге тең. X 1, y 9-ға тең. Осы нүктелер біріктіретін болсақ, осындай бір график шығады, осындай парабола шығады. Енді бұл жерден байқайтынымыз y тең x-тен 2-ні азайтқан кезде 2 бірлік оң жаққа жылжып кетті. X-ке 2-ні қосқан кезде 2 бірлік сол жаққа жылжып кетті. Енді қорытындылайтын болсақ, y тең x минус m квадрат болса, онда y тең x минус m квадрат болса, онда m бірлік оңға. Оң бірлік оңға. Егер y тең x плюс m квадрат болса, m бірлік солға. m бірлік солға жылжиды.